Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін күнделікті пайдаланып жүрген ас тұзын үйді қандай мақсатта тазалау, қалай тазалау керектігі жөнінде айтамыз. Біз еденді кірден, энергияны негативтен тазалаймыз. Пәтердегі немесе үйдегі тазалық кез келген меншік иесі үшін маңызды. Әркім әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдана отырып тазалауға жеке-жеке жақындайды. Жеке энергияны да маңызды. Ол үшін көптеген халықтық әдістер, күнделікті құралдарды қолдана отырып қолданылады. Ең әмбебап нұсқа ас тұзы. Ол беттерді кірден, үйді жағымсыз әсерлерден тазартуға көмектеседі. Дезинфекциялау мақсатында тұздың қолдану аясы кең. Ол тек тамақ дайындауға ғана емес, қолдануға жарамды. Көптеген үй шаруасындағы әйелдер танымал кеңестерге сүйене отырып, өнімді тазалау кезінде пайдаланады. Тұз сіздің еденіңіздегі көп кірді жеңуге көмектеседі. Мұндай құрал кішкентай балалары бар немесе аллергиямен ауыратын отбасылар үшін ең қолайлы және оңтайлы нұсқа болып табылады. Егер үйдегі біреу суық тиіп ауырса, едендерді тұзбен жуу өте жақсы дезинфекциялаушы болып табылады. Бұл жағдайда ыстыққа жақын жылы суды пайдалану керек. Жуу процесінде еденнің беті ғана емес, бөлмедегі ауада дезинфекцияланады. Тұз жиһазды тазалағанда немесе кір жуғанда да пайдалы болады. Еденді тұзбен жуудың артықшылықтары бар. Бұл ингредиентті қолдану еденді жылытыр және сергітеді. Сондай-ақ мұндай тазалаудан кейін лас пен шаң бетіне аз жиналатын болады. Ас үйді тазалау кезінде ең жақсы нұсқа тұз. Бұл май және де басқа да дақтарды кетіруге көмектеседі. Көптеген адамдар үйдің ішкі энергиясы мен аурасын мұқият бақылайды. Пәтердегі теріс энергия үй мүшелері мен отбасылық қатынастарға кері әсер етеді. Бұл отбасы мүшелері үшін үлкен жануарларының жиі ауруына, ақшаның ағып кетуіне, ашуланшақтыққа және үнемі ұрыс-керіс әкелуі мүмкін. Сіз жаман аураны жеңе аласыз және тұзды пайдаланып пәтеріңізді тазалай аласыз. Бұл көптеген рәсімдерде жиі қолданылатын күшті сиқырлы өнім болып саналады. Ерітіндіні дұрыс дайындау. Тазартудағы маңызды сәт тазалау құрамын дұрыс дайындау. Жағымсыз әсерлерден тазарту үшін ерітіндіні қолданған кезде кез келген мөлшерде тіпті кішкене шымшу да болады. Тұзды ыдысқа толығымен еритін етіп жылы су қосу керек. Бұл жолақтарды болдырмауға көмектеседі. Еденді қандай мақсатпен тұзбен тазаласаңыз да, оны жақсы көңіл күймен жасаңыз. Енді сіз өзіңізге және отбасыңызға, ошақ қасына өте пайдалы нәрсе жасайтындығыңызға жөнге келтіріңіз. Эффектіні күшейту үшін сіз шелекке бірнеше тамшы эфир майын тұзды ерітіндімен қосуға болады. Бұл рөлге цитрус майларының, лаванның барлық түрлері өте қолайлы. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.